Алыңыз, алыңыз. Бұдан дәмдісін сіз әлі жеп көрген жоқ шығарсыз. Бұны менің енем дайындайды. Жоқ, рахмет, мен құрт жесем асқазаным біртүрлі қыжылдайды. Неге? Ал біз қыздармен шайды құртпен ішкенді жақсы көреміз. Пайдалы, таза кальций. Еліміз қылбай етуші еді. Ал қазір әйеліңіз қайда? Тастап кеткен. 5 жыл болды қалаға кетті. Қалай сонда? Маған көңіл бөлмейсің дейді, мен үнемі жұмыстамын. Ал оған ауылда қызық емес. Сөйтіп кетіп қалды, тіпті хат жазып кетті. Сонда екен. Балаларды да тастап кетті ме сонда? Иә, ойлағам ашуы басылған соң қайтып келе ма деп. Бірақ жоқ, қыздарын тіпті есіне алмайды. Өзіне біреу тауып алған, қыздарына бәрібір. Тіпті анасын тауыпты. Екі қызды жалғыз тәрбиелеу қиын шығар енді сізге. Осы енем болмаса не істейтінін білмейтін едім. Мен өзім жетіммін. Ешкімім жоқ. Ол кісі бізбен бірге тұрады. Ал қыздарым мені шырайын алдырады. Үлкені Әсемгүл 16 жаста, ал кенжем Ботагөз 12-де. Өткелі, кеткелі кезең бұлай. Өзіңіз білесіз ғой. Жоқ, мен білмеймін. Мен бала шағам жоқ. Мен де жалғызбын негізі. Тұрмыс құрмағансыз ба? Уақытым болмады. Мансап қуып жүріп қалдым. Ал қазір енді бәрі бір кеш сияқты. Олай демеңіз енді. Сізге жеке сұрақ қойсам ба? Астанадан сізді бұл жаққа не үшін ауыстырып жіберді? Қандай да бір қиындықтар болды? Кешіріңіз, бұл жеке мәселе. Шай үшін рахмет, мен жұмыс істеуім керек.